Баланы дамытуға арналған үйдегі бар заттардан ойнауға болатын 4 ойынды ұсынамыз. Ең бірінші сізге осындай қорапша қажет, оны кесіп аламыз, және құлақты тазалайтын таяқшалар қажет, оны екіге бөліп аласыз. Бала осылай толықтырып шығу қажет. Келесі ойын бізде осындай ақ қағазға үйдегі бар ойыншықтарыңыздың суретін саласыз да балаға бересіз. Бала әрбір ойыншықты, заттарды өзінің орнына қойып, сәйкестендіріп шығуы қажет. Келесі ойынымыз сізге үйдегі кез келген дәнді дақылды пайдалансаңыз болады, күрішті, гречканы пайдалансаңыз болады. Осылай қасықты беріп, келесі ыдысқа салуын ұсынасыз. Және де осы дәнді дақылдардың арасына уақ ойыншықтарыңыз болса, соларды да салып қойсаңыз болады. Бала өзінің қолымен сонда салып, жаңағыдай ойыншықтарды алып шығу керек. Келесі ойынымыз осындай әртүрлі түсті таза губкаларды пайдалансаңыз болады. Бала осылай қолымен жақсылап тұрып сығуы қажет. Осылай судың ішіне салып қойасыз губкаларды. Бала осылай губканы сыққан кезде қолдағы бұлшық еттері өте жақсы жұмыс жасайды. Яғни қолындағы бұлшық еттері жақсы жұмыс жасаса, баланың да миы өте жақсы жұмыс жасайды деген сөз. Сондықтан да балаға осындай қызықты ойындар ұсынамыз. Балаңыз жақсы сөйлесін десеңіз, миы жақсы дамысын десеңіз, онда осындай қарапайым ойындарды жасауға кеңес береміз. Одан келесі ойынымыз осылай суға уақ ойыншықтарды салып, ыдысқа салуын ұсынасыз.